Барлығына сәлем, қалайсыздар? Бүгін менде қысқа заготовка. Осылай пирогқа, десертке қосуға неше түрлі кептіріп аламыз. Бірінші осылай суын алып тастаймыз, сосын барып морозилкаға қатырамыз. Мынау менде варенье. Вареньені мен қайнатпаймын, морозилкаға салып тастаймын. Мынандай 500 граммдық кесемен 5 кесе болды. Малина тәтті, мен шекерді көп қоспаймын. Сіздер негізі 1 к 1 қосу керек. Егер варенье жасайтын болғаныз, мен заморозка жасайтын болғасын, тек 2 не қосам. Осындайдан 2 қосам. 5, получается 5 осындай кесеге 2 кесе қосам. Осындай 2 кесе қосам. Сосын араластырып, бір күнге тұрғызып қоям. Малинаның соғы шығу керек. Малинаның соғы шыққаннан кейін, сосын морозилкаға өздеріңіздің ыдыстарыңызға салып қатырып тастайсыздар. Осылай жасаған өте пайдалы. Чем қайнатқаннан қарағанда витаминдер өзінде қалады. Ал шекерді өз еркіңізге, кейбіреулер қосуына болады, кейбіреулер қоспауына болады. Мен енді қантқа аз қосамыз. Варенье болғаннан кейін қонаққа анда-мында кісілерге алдына қоятын болғасын. Осылай миксермен езіп тастауға да болады, немесе осылай алып жасап тастауға да болады. Осындай қатырған вареньені, варенье емес даже, бұны шербет деп те айтуға болады. Молочный коктейль, кез келген не жасағанда, сметана не жасағанда бетіне не жасап, қалай еді, андай бетіне салатын бар ғой, сондай қылып жасауға болады, начинка ше. Неше түрлісін істеуге болады, короче. Менің лайфхагым ұнап жатса лайк басып, комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Всем пока!